Қайырлы күн баршаңызға достар, сіздермен ләззат. Бүгін сіздерге осындай ыстық салат, яғни мясо по-тайски тура ресторандағыдай болып шығатын, өте дәмді, түрі де сондай әдемі болып шығатын салатты жасайтын боламыз. Менің каналымда көптеген рецепттер бар. Төменге қазір осы салаттардың ссылкасын қалдыратын боламын, міндетті түрде кіріп жасап көріңіздер. Ең әуелі бізге қара кесек ет қажет болады. Етімізді дәл осылай ұзынша етіп, барлығын дәл осылай турап алатын боламыз. Содан соң ыдысымызға салып, соевый соусымызды құйып, дәміне қарай тұзымызды салып, араластырып қойып қоямыз. Біздің тұзымыз бен соевый соусымыз сіңіп, етіміз жұмсарып тұрғанша біз қиярымызды, тәтті бұрышымызды барлығын алдын ала турап дайындап алатын боламыз. Қиярды дәл осылай видеодағыдай, бұны да ұзынша етіп турап алдын ала дайындап қоятын боламыз. Бізге болгар бұрышынан әртүрлі түстес қып алсаңыздар, өте салаттарыңыз әдемі болып көрінеді. Сол себепті екі түрлі түсін таңдадым. Тәтті болгар бұрышында ұзынша етіп, жіңішке етіп, барлығын дәл осылай турап шығатын боламыз. Міне турап алдық. Енді сарымсақты өте майда етіп турағандарыңыз жөн. Міне барлығын турап алдым алдын ала. Содан соң бір сәбізімізді міндетті түрде үккіштен өткізіп алыңыздар. Барлығын осылай алдын ала дайындап алдым, ал етпен қуырғанға бір пиязымызды ұзынша етіп турап алатын боламыз. Енді осы сәтте табамызға май құйып қыздыратын боламыз. Қызып тұрған табамызға ең әуелі етімізді салып, 3-4 минут кішкене қызарғанша қуырып алатын боламыз. Соның артынша біз пиязымызды салып, екеуін тағда қуырамыз. Пиязымыз кішкене сарғая бастаған кезде, осы сарымсағымызды салып, тағда қуырып шығамыз. Осы пиязды салған сәтте, кішкене пиязымыздың сөлі шығып, су өте көп болады. Сол кезде қақпағын жауып, етіміз піскенше 10-15 минутқа баяу отта жайлап бұқтыратын боламыз. Баяу отта тұрғаны дұрыс. Міне біздің етіміз пісті деген уақытта қақпағын ашып, алдын ала турап қойған қиярымызды, сәбізімізді барлығын салып, оттың астын өшіріп, кішкене ғана араластырып аламыз. Көп араластырудың қажеті жоқ, біздің қиярларымыз күртілдеп тұруы қажет. Енді осы сәтте ыдысымызға салып, бір ғана тісше сарымсағымызды майдалап турап, қалауыңызша қызыл бұрыш және де кішкене китайский соль салып жібердім. Барлығын араластырып қойып қоямыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Алдағы уақытта көптеген керемет рецепттер болады. Сол себепті арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға